Жетінші дәріс тақырыбы гимнастика сабақтарында жарақаттану. Бірінші, жарақаттану себептері, жарақаттанудың алдын алу шаралары, сақтандыру және көмек. Гимнастика сабақтарында әртүрлі жаттығулар қолданылады. Соның ішінде өмірлік және еңбектік тәжірибесінде сирек кездесетін жаттығулар. Олар күрделі қозғалыстар әрекеттерінен тұрады, ал оларды орындау ерекше жағдайлармен байланысты. Осы шарттарды айқындайтын ең маңызды факторларға: бірінші, снарядтарда арнайы конструкцияларда орындалатын нысаны мен мазмұны бойынша әртүрлі қозғалыстардың көп санының болуы. Екінші, кеңістіктегі дененің тұрақты өзгеретін қалпымен айналмалы сапаттың қозғалыстарының басымдылығы. Үшінші, ұшу және қону кезінде қозғалыстарды басқара білу. Гимнастика бойынша сабақтарда жарақат алмау үшін қауіпсіздік техникасын сақтауға бағытталған барлық шаралар қабылдануы тиіс. Жарақаттанудың негізгі себептеріне: бірінші, сабақтарды ұйымдастыру ережелері мен әдістемесінің сақталмауы. Екінші, жабдықтар мен мүкәммалдарды уақытты тексермеу. Үшінші, санитарлық гигиеналық жағдайлардың бұзылуы. Төртінші, дәрігерлік бақылаудың болмауы немесе жүйесіз жүргізілуі. Бесінші, айналысушылар мен тәрбие жұмысының жеткіліксіздігі. Жарақаттанудың алдын алу мақсатында сабаққа дейін оқу құжаттарын дайындау, жоспарлар, конспектілер, сабақ орындарының санитарлық гигиеналық талаптарға сәйкестігін, сондай-ақ жабдықтар мен мүкәммалдардың жарамдылығын, әр шұғылданушылардың спорттық формасы мен аяқ киімінің қауіпсіздік және гигиеналық талаптарына сәйкестігін тексеру. Гимнастшының аурумен немесе қандай да бір басқа себептермен байланысты үзілістен кейін сабаққа рұқсат беретін дәрігердің визасының болуы, сондай-ақ жарыстарға жіберілуін тексеру. Сабақ уақытында керек оларды ұйымдастырудың барлық ережелерін сақтау. Сабақ басталар алдында әрбір снарядтардың бекіткіштерінің жарамдылығын, снарядтың жанында маталардың орналасуын, магнезия канифольдің сапасын тексеру, оқытудың заманауи әдістерін қолдану, көмек пен сақтандыруды шебер қолдану. Жарақаттанудың ең көп тараған себептерінің бірі сабақты нашар ұйымдастыру. Оқытушыға ұсынылады: бірінші, әр сабақтың кестесі мен жоспарын қатаң сақтау. Екінші, оқытылғандарды тәртіп бойынша тәрбиелеу, оларды барлық нұсқауларды орындауға талап ету. Үшінші, әрбір білім алушының іс-әрекетіне тұрақты бақылау жасауды қамтамасыз ету. Оларға бір түрден екінші түрге өз бетімен ауысуға тыйым салу. Төртінші, снарядтардың жақсы көрінуін қамтамасыз ете отырып, шұғылданушыларды дұрыс орналастыру. Жаттығушылардың соқтығысуынан аулақ болу үшін оларды осындай аралықтармен снарядтарды орнату. Үшінші, гимнастика сабақтарында сақтандыру және көмек, гимнастикалық жаттығулар техникасын меңгеру міндеттерін табысты шешуге ғана емес, сонымен қатар жарақаттан аулақ болуға мүмкіндік береді. Сақтандыру деп оқытушының немесе гимнастшының сәтсіз әрекет болған жағдайда жаттығуларды орындаушыға уақытымен көмек көрсетуге дайындығын түсіндіреді. Сақтандырудан айырмашылығы: көмек өзі орындайтын қозғалыс траекториясы бойынша шұғылданатын адамды қолдауды, итеруді
өткізуді көздейді. Сақтандыру және көмек әсіресе қауіпті қозғалыстарын орындайтын кезінде маңызды психологиялық мәні бар. Әртүрлі гимнастикалық жаттығулар техникасын меңгеру кезінде дене шынықтыру көмегі жаттығушыларда нақты қимыл қозғалыс түсініктерін қалыптастыруға ықпал етеді. Физикалық көмектің негізгі түрлеріне жатады. Біріншісі қозғалыс бойынша сымдар. Екінші, қозғалыстың ең қиын бөлігінде қысқа мерзімді көмек. Үшінші, статикалық жағдайларда айналысатын адамды қолдау. Сымдар жалпы қозғалысты меңгеруді жеңілдетеді. Сымдарды қолдана отырып оқушының іс-әрекетін өзгертпейтін күш-жігерін жұмсауы тиіс. Қысқа мерзімдегі физикалық көмек игеру қозғалыстардың жекеленген фазаларын орындау барысында көрсетіледі. Мұғалімнің қолдауы бастапқы, аралық және соңғы жағдайларда, әсіресе гимнастшы әлі де өз күш-жігерін дұрыс жұмсамаған жағдайда жүзеге асырылады. Гимнастшының денесінің қолдауымен снарядқа, мысалы, виз, тіреуіш қатысты қажетті жағдайлар береді, немесе қолмен ұстап алуды уақытылы орындауға мүмкіндік береді. Әр түрлі дене көмегінің түрлерін қолдану нәтижесінде гимнастика жаттығуларды өз бетінше орындау дағдыларын меңгеру процеске маңызды рөл атқаратын дұрыс қимыл қозғалыс түсініктері қалыптасады. Жаттығуларды орындау техникасын жетілдіру шамасына қарай білім алушының дене күшін қолдану дәрежесі азаяды, содан кейін мүлдем тоқтатылады. Назарларыңызға рахмет.